Сәлеметсіздер ме балалар? Алматы облысы Ақсу ауданы Матай ауылы Матай орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі биология пәнінің мұғалімі Жусаева Толқын Жайықбайқызы. Сабақтың тақырыбы гендік модификацияланған организмдерді қолданудың оң және теріс тұстары. Сабақтың мақсаты гендік модификацияланған ағзаларды қолданудың этикалық сұрақтарын талқылау. Сабақты бастамас бұрын гендік инженерия терминіне анықтама берейік. Гендік инженерия генетикалық және биохимиялық әдістердің көмегімен түр аралық кедергілері жоқ, тұқым қуалайтын қасиеттері өзгеше, табиғатта кездеспейтін жаңа гендер алу, генді бір ағзадан екінші ағзаға енгізіп, оның өнімін алу мақсатында қолданылатын жоғары технологиялық процесс. Гендік инженерияның міндеттері: организмдердің улы химикаттарға төзімділігін туғызу, өсімдіктердің зиянкестер мен ауруларға төзімділігін арттыру, өнімділікті арттыру, ерекше сапаға ие болуын туғызу. Гендік модификацияланған ағза дегеніміз не? Гендік инженерия әдістерінің көмегімен жасанды түрде генотипі өзгертілген тірі ағза. Гендік модификацияланған ағза түрлері: гендік модификацияланған микроорганизмдер, гендік модификацияланған өсімдіктер, гендік модификацияланған жануарлар. Молекулалық биологияның тармағы: дәстүрлі және гендік инженерия. Гендік инженерия нәтижесінде трансгенді ағза, яғни гендік модификацияланған ағза алынады. Суретте көріп тұрғанымыздай, соматотропин гормонын тышқанға енгізгенде оның сүйектерінің өскендігі байқалған. Соматотропин гормоны естерінде болса, гипофиз безінен бөлінетін, сүйектің өсуін реттейтін гормон. Тұңғыш рет 1956 жылы америкалық ғалым Сирж жабайы қылтаншөп игелопс өсімдігі жапырағының сары дақ ауруына төзімділігін анықтайтын генді жұмсақ бидайдың хромосомасына апарып салған. Нәтижесінде жұмсақ бидайдың сары дақ ауруына төзімді формасы алынған. Гендік инженерия әдісімен картоп қоңыз жей алмайтын картоп өсімдігі шығарылды. Жалпы инженерия термині құрастыру деген мағынаны білдіреді. Генетикалық түрленген организмдер өндірудің мақсаты: бірінші, донорлық ағзаның бастапқы сипаттамаларын жақсарту. Екіншіден, өнімнің өзіндік құнын төмендету. Нәтижесінде жер бактериясы генінен тұратын картоп алынады. Солтүстік камбаланың генінен тұратын томат, бактерия генінен соя мен құлпынай, сарышаян генінен тұратын бидай алынады. Суретте көріп тұрғанымыздай, ең кең таралған гендік модификацияланған дақылдарға соя, жүгері, бидай, қызылша, мақта, рапс және картоп жатады. ГМО-ның жасалу жолы: бірінші, генді жеке бөліп алу. Екінші, организмге толықтай ауысу үшін генді векторға енгізу. Үшінші, геннің вектормен модификацияланған организмге ауысуы. Төртінші, клетканың түрленуі. Бесінші, дайын болған және әлі дайын емес ГМО-ны таңдау. ГМО азықтарын пайдаланудың пайдасына келетін болсақ: біріншіден, ұзақ сақталады, температураға, ыстыққа, суыққа төзімді келеді, жануарлардың салмағының қосылуын тездетеді, ірі қаралардың сүтті жақсы беруі, гербицидтерге қарсы тұра алу, вирустар мен бактерияларға төтеп бере алады. Ал ГМО азықтарын пайдаланудың зиянына келетін болсақ: өте қауіпті аллергиялық реакциялардың пайда болуы. Мысалы, ақш-та адамдар ГМО өнімдерін еркін қолданады. Соның нәтижесінде аллергиямен ауыратындар саны 70% құрайды. Ісік ауруларының көбеюіне себеп болады. Жасушаларды мутацияға ұшыратады. Трансгенді өнімдерді пайдалану асқазанның сілемейлі қабатының құрылымын бұзады. Зат алмасудың бұзылып, иммунитеттің төмендеуіне әкеледі. Табиғи өнімдерді ГМО-дан қалай ажыратамыз?
Гендік модификацияланған өнімдерді кескен кезде формасын жоғалтпайды және шырыны болмайды. Өнім маркасында ақштан шыққандығы туралы белгі болса және өнім құрамында соя, жүгері, рапс және тағы басқа болса, ГМО бар деген сөз. Өнім маркасында растительный белок деп тұрса, бұл өнім ГМО-ны құрайды. Сонымен қатар жасанды ашық түспен боялған қораптағы өнімді алмау қажет. Гендік модификация, яғни жоқ әлем қақ жарылып тұр. ГМО мәдениеттің бастауы сонау 80 жылдар десек те, әлемді ғылыми қауымдастық әлі күнге ортақ тұжырымға келген жоқ. Бірі бұл адамзатты аштықтан аман алып қалудың жолы десе, енді бірі керісінше ГМО адамзатқа жасалған қастандық деп есептейді. Гендік модификацияланған өнімді бір кісідей зерттеп келе жатқан академик Төрегелді Шарманов ГМО-ны қолдайды. Мұндай өнімдер рак ауруын тудырады, ағзаны улайды дегенмен де келіспейді қарт ғалым. Себебі адамның гені тамақтан бұзыла салатындай әлсіз емес. Ағза бұл ерекше құрылған. 4 кезеңнен тұрады. Оның біреуінен өтсе, екіншіден өте алмайды. Сонда қорқуға да болмайды. Одан қауіптеніп, біз осындай болып қалды деген ұғым теріс ғылымға сәйкес келмейді. Қазір әр елде ГМО қоспасын тағамда пайдаланудың өзіндік деңгейлері бар. Мысалы, Жапонияда ол 5%, кейбір Еуропа елдерінде 0,9%, ақшта 10% ГМО қоспасын пайдалануға рұқсат етілген. Қазақстанда ол мөлшер 0,19% деп бекітілді. Былтыр мамандар 1918 азық-түлік өнімін тексерсе, соның 11-нен ГМО табылған. Мониторинг шеңберінде жалпы 20 тоннадан астам сәйкес келмейтін өнімдер, оның ішінде ГМО мөлшері асқан өнімдер айналымнан алынып тастады. Және де осы бұзушылықтарға байланысты 25 миллион шамасында айыппұлдар салынып, бұл айыппұлдар сот қаулылары шешімімен қабылданды. Мамандар құрамында ГМО-сы көп тағамдардың тізімін анықтады. Олардың қатарында таңғы құрғақ астар, тез дайындалатын лапшалар мен жүгері ұны бар. Олардың дені мұхит асып келген. Олардың құрамында ГМО-ның көрсеткіші қалыпты 0,9%-дан асып, кейбірінкі тіпті 40%-ға дейін жеткен. Қарсылықтарға қарамастан соңғы жылдары ГМО мәдениеті кең тарала бастады. Канада әлемде ГМО рапс өндіруден алда тұр. Ал батыстың кейбір елдері осындай тағамдарды тұтынуға мәжбүр. Себебі органикалық таза тағамдардың бағасын қарапайым халықтың қалтасы көтермейді. Ауыл шаруашылық дақылдары бойынша, мысалға соя, майбұршақ бойынша, қант қылшасы бойынша, рапс бойынша және жүгері бойынша, осы сияқты дақылдар бойынша әлемде жетекші ГМО егетін елдер бар. Олардың құрамында Америка, Қытай, Аргентина, Мексика, Канада жатады. Біз бұл ГМО-ны қалаймыз ба, әлде қаламаймыз ба, соған қарамастан жер бетінде ГМО-ны өсіру дами береді. ГМО-ға табандық қарсылық танытып жүргендердің бірі. Қазақстандық биолог Евгений Климов гендік түрленген өнімдер ұлтты ұрпақсыз қалдыратын үлкен қауіп дейді ол. С момента создания ГМО әлі күнге дейін ғылыми нақтылық жоқ. ГМО-ның қауіпті екенін дәлелдейтін жұмыстар бар, бірақ оны жоққа шығаратында ғылыми жұмыстар көп. Оның үстіне ГМО өндірушілері ұзақ мерзімді зерттеулермен айналыспайды. Олар жүргізген зерттеудің ең ұзағы 90 күн ғана. ГМО денсаулыққа қауіпті. Тәжірибеге қатысқан көрші хандардың екінші және үшінші ұрпақтары көбею мүмкіндігінен айырылған. Қалай дегенмен де әлем қазір органикалық өнімге бәс тігіп отыр. Оның нарығы қазір 90 миллиард ақш долларына тең. Бір қызығы, гендік түрленген өнімдерге қарсылық танытушылардың қатары артқан сайын, оны жақтаушылардың да саны көбейіп барады. Ал ауру астан деп түсінген қазақ мұндай тағамға бәрібір күмәнмен қарайтыны анық. Оның үстіне қазақтың кең байтақ жері ат төбеліндей аз халықты табиғи таза тағаммен қамтуға қабілетті. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, гендік өзгеріске ұшыраған өнімдер туралы айтқанда әлем ғалымдарының пікірі екіге жарылады. Біреулер бұл адамзат үшін өте қажет десе, екіншілері адам денсаулығына зиян, оны зерттеу қажет дейді. Бірақ көптеген елдерде адам денсаулығына қауіпті әсері 100%, дәлдікпен дәлелденбеген. ГМО зиянды деп нақты кесіп ешкім айта алмайды. Трансгенді тағамдарды пайдаланатындығын немесе пайдаланбайтындығын
әркім өзі шешуі қажет. Бүгінгі сабағымыз бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, гендік модификацияланған ағзалар деген қандай ағзалар? Екінші сұрақ, қандай ГМО азық-түліктерді білесіз? Үшінші сұрақ, табиғи азық-түліктерден ГМО-ның қандай айырмашылығы бар? Төртінші, ГМО-ның болашағын қалай елестетесіз? Бүгінгі сабақ бойынша тапсырма. ГМО-ның пайдасы мен ГМО-ның зияны туралы мына кестені толтыр. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.